Привет, ребята! Сегодня мы решили провести опрос на тему перехода казахского языка на латиницу. Мы с Айжан решили раздавать людям отрывки из знаменитых казахских песен на латинице. Итак, давайте я тоже попробую. Мне очень интересно, как это все будет выглядеть. Так, Козыминын карасы, конилимнин санасы. Знаешь, что это может означать? Конечно, нет. Единственное, что мне известно, это то, что здесь буквы как бы на латинице, но все остальное это вообще я не понимаю. Вообще не понимаю. Готовьтесь, мы идем к вам. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі, ғашықтық жарасы. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі, ғашықтық жарасы. Косимини лагарсу, косимини санарсу, ветеринт исти. Көзімнің қарасы, көңілімнің сарасы, бітпейтін іс. Оқи алмаймын. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі, ғашықтық жарасы. Қарлығаш әннің аты, жерімді айтам, сүйген жар, сүйіскен дос, жырымды айтам, қарлығашты. Қарлығаш әннің аты, жырымды айтам. Қарлығаш әннің аты, жырымды айтам. Сүйген жар, сүйіскен дос, сырымды айтам. Қарлығаш. Шынның жолдардан аман келеміз. Асыл заман саған сенеміз. Жарқын өмір, жақсы күндер. Арнап сәлем береміз. Қиын жолдардан аман келеміз, асыл заман саған сенеміз. Жарқын өмір, жақсы күндер, арнап сәлем береміз. Қиын жолдардан аман келеміз, асыл заман саған сенеміз. Жарқын өмір, жақсы күндер, арнап сәлем береміз. Сол бір кез есімде жағасы бұлақтың, ауыр жас кезінде сырласқан ұзақтың. Сол бір кез есімде жағасы бұлақтың, әйлі жас кезінде сырласқан ұзақ түн. Сол бір кез есімде жағас бұлт куайт. Булақты. Боже, это очень сложно. Ну, непривычно читать на казахском такие, как на латинице читать казахские слова. Единственное, поняла только «Көзімнің қарасы», потому что я знаю эту песню, а остальное вообще тяжело. В принципе, это не так сложно, потому что как будто на транслите написано. Единственное, только некоторые буквы, как «ш», например, было сложно читать, и как «г» достаточно сложно читать. А остальные легко. Мына латынды алсақ, біздің мектеп жасындағы балаларға өте қиын болады ма деп ойлаймын. Мысалы, нолевой бірінші классқа барған балаға өте ол нагрузка. Ощущение? Но я немного мозг поломал, тяжко было, как-то непонятно. Читаешь вроде бы, ты понимаешь, что ты читаешь, но в то же время произношение думаешь, так сказать или так. В общем, мне было тяжело. Можно быстро привыкнуть к этому, да, и это, по-моему, даже получше будет. Потому что все языки же на латинском уже. Чисто инстинктивно я понимаю, как надо их прочитать. Но апострофы немного напрягают, когда ты не понимаешь. Например, «с» с апострофом, я не помню, что это в начале. Что-то в этом роде. Кстати, ребята, поздравляю вас с Днем Независимости. Желаю вам счастья, всем здоровья. Я очень люблю Казахстан. Желаю всем успехов и процветания. Ждите наших новых видео.